Айнұр қаланың қызы, жасынан ақылды, ерке болғанмен шаруаға епсіз болып өсті. Көзінің қарақшындай болған жалғыз қызын анасы көп жұмсамай, аялап, мәпелеп өсірді. Алайда ақылдана, қызының жан дүниесінің жұтаң болмауын бірінші орынға қойып, оны жастайынан кітап оқуға баулыды. Зерделі де, зерек, рухани жағынан толысқан ерке қыз бойжеткен соң өз бақытын ауылдан тапты. Ойдым жолдары бар, ұялы байланыс ұстамайтын дұрыс, ауыз суы жоқта, қияңдағы ауылға Айнұр сүйген жігітімен қол ұстасып кете барды. Содан бері 5 жыл өтті. Келгелі бері ата-енесінің қабағын аңдып, солардың бабын табудан жалыққан емес. Қолынан көп нәрсе келмейтін ол алғашында бүлдіріп, күйдіріп, жандырып жүріп, бәрін үйреніп алды. Сиыр саба алмай көзін көгертті, ошаққа нан жабам деп қолын күйдірді. 40 тесік қылып еттің нанын жайды. Бірақ Айнұр жасыған жоқ. Қалайда бәрін үйренемін деп алға талпынды. Нәтижесінде аз уақыттың ішінде бесаспап келін атанды. Қазір ол таңғы 5-те тұрып, 10 сиырды сауып, өріске жібереді. Үйге келіп шай қайнатып, су жылытып қояды. Осы аралықта ұйқыдан тұрған ата-енесімен үйленбеген қайнағасына ыстықтай дәмдеп шай береді. Қариялар шайды ұзақ ішеді. Жазғы күндер ауылдағы ошаққа шай қайнатып, шоқтың шайын берді. Сүт тартып, май қаймағын жасайды. Қысы жазы сиыр сауылатындықтан бұл үйден құрт ірімшік үзілмейді. Бәрін бітіріп мектептегі жұмысына жүгірді. Мұғалім болып жұмыс жасайтын ол мектепте де алғы ұстаздарының қатарында. Сыныптай сырғыған осы уақыт аралығында 3 баланың анасы атанды. Күнделікті күйбең тірлікпен жүгіріп жүрген күндердің бірінде өзіне ақылшы қамқор болған енесі айықпас дертке шалдықты. Біріне бірі үйелмен, сүйелмен 3 баланың қасына енесі 4-ші бала болып қосылды. Бірақ Айнұр бұл жолда шыдамдылықпен табандылықты шынайы үлгісін көрсетті. Анасы ауырып қалды дегенді естіп, қала маңында тұратын үлкен қызы жылап еңіреп жетті. Бір аптадай қасында болып, жуындырып, шайындырып, шашын тарап, тамақ беріп жүгіріп жүрді. Бірақ кетерінде анасының құлағындағы алтын сырға мен алтын жүзікті өзімен бірге ала кетуді ұмытпады. Сөйтіп күндер өтіп жатты. Көрші ауылда тұратын ортаншы қызы бала-шағасымен анасын бауға келді. Ол да үйдегі жалғыз келін Айнұрға болысқан болып, анасын қарап жанашырлық танытты. 10 күндей жатқан соң ортаншы қызы да кетерінде анасының қобдишасын ақтарып, алтын күміс әшекейлерінің біразын өзімен алып кетті. Күнде келіп шай ішіп кететін ауылда тұратын кіші қызы да қалаған алтын бұйымдарын өзімен алып кетті. Қобдишада жалғыз ғана қызыл көзді алтын сақина қалды. Ертеңгі күні енесіне ас салып келген Айнұр оның теріс қарап бүктүсіп тұншығып жатқанын көреді. Көз жасын тия алмаған кейуана. 3 қызым бар деп мақтанушы едім. Бірақ үшеуі де сенің қолынан су құя алмайтынын көріп, қарным ашып тұр. Қыздарымның өрісі осыншалық тар бола ма? Мені ас түсіме түсіп, шын көңілмен баққан сен ғанасың. Бақытты бол. Балаларың да өзің сияқты парасат, пайымы болып, биік боп өссін деп патиқасын берді. Түскі шайға келген кенже қыз шай үстінде анасының қобдишасында қалған жалғыз алтын сақина келінге тиесілі екенін, анасын адал бағып жүрген Айнұр екендігін айтып, енді ешкімнің ол сақинаға тиіспеуін сұрады. Жүзін төмен салған Айнұр: мен апамды алтын үшін бағып жүрген жоқпын. Бұл менің келіндік парызым. Ол кісі әлі жазылып кетеді. Бәрі Аллахның қолында. Маған ол кісінің патихасы да жетеді, деп шай құймақ болып атасының кесесіне қолын созған еді. Көзінен парлап аққан жасын көрсеткісі келмеген күйі үлкен кісі үнсіз ғана дастархан басынан тұрып кетіп барады екен. Санаулы күндерін өткізіп жатқан ана төбеге қарап ойланып жатып 3 қызы мен келінін салыстырды. Бірден қолын қалт етсе шұқшиып кітап оқып отыратын келіннің ішкі жан дүниесінің мол қазынаға толы бай екенін осы кезге дейін аңғармай келіпті. Байқап қараса, қыздарының жалт-жұлт еткен жалтырақ дүниелерге құмар қылып тәрбиелегенім өзі екен. Өзінің материалды құндылықтарға ғана мән беріп, олардың рухани жұтаңдығын ескермегенін кеш түсінді. Былайғы тірлікте жалт-жұлт еткен дүние бірінші орында болғанымен, өмір мен өлімнің арасында жатқан адамға таза рух қана қажет екен. Жаны қиналып жатқан сәтте қора толы малдың да, сірескен дүниенің де, қобдишалы алтынның да көк тиын қадірі жоқ екенін ұғынды. Өзінің бала тәрбиесіндегі қателігін кеш түсінген Айнұрдың енесі соңғы күндері өксікке толы өкінішпен өткізіп жатты. Өмірден өтер сәтте қыздарының бәрі келіп апалап, айнала қоршап жылап отырды. Көздерінен тарам-тарам жас ағып жатқанымен 3 қызың да санасында анасынан қалған өзге де бағалы заттарды бөлісіп алу жоспары тұрды. Қиналып жатқан ана жанына босаған жақтан тараған жарық сәуле ғана жылылық сыйлағандай болды. Дәл осы сәтте босағада тұрған жалғыз келіні ғана шын ниетімен енесінің екі дүниеде жамандық көрумен үтілеп, өзі білетін Құран сүрелерін